Құрметті тыңдармандар, бұл «Дұрыс сөйлейік» атты бағдарламалар циклы. Ендігі Анар ханымға сауалымыз дайындықсыз ауызша сөздегі қателер. Расында да Анар ханым, дайындықсыз ауызша сөздегі қателер деген менің түсінігім бойынша, бұл жаңағы дайындықсыз айтыла салған сөздер. Қазір байқасаңыз, көбіне жастардың арасында, білмеймін, осы тілге қатысты үлкен мәселе деп айтса да болатын шығар. Барсам да, келсем де дегендей бір керек емес жалғауларды қосады. Сіз қалай ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасың. Самат, дайындықсыз сөйлеу дегенде енді кішкене кешіріммен қарау деп алдыңғы бағдарламаларда айттық қой, жіберілген қателерге. Себебі адам дайындалмайды да, ол тосыннан бір жағдаятқа тап болғанда сөйлеуіне тура келеді. Дегенмен де тіл тазалығы үшін, тіліміздің мәдениеті үшін бұл енді үлкен мақсаттар. Және сол сөйлеп тұрған адам үшін дайындық сөз кезінде өзі үшін қажетті кішкентайдағы мақсаттар. Сені тыңдап тұрған адамның құлағына жағымды сөйлеу, ол сенің сөзіңді түсіну үшін сен айтқандай жаңағы паразит сөздерді қайталаудан кішкене сақ болу керек. Кішкене емес, тіпті де сақ болу керек деп айтар едім. Мысалы, қазіргі жастардың тілінде да, ше деген қажетсіз бір паразит сөздер деп айтуға да келмейді. Бұлар тілімізде шылаулар, бірақ дегенмен осыны айта береді. Мен ше, барғанда ше, көргенде ше, алғанда ше, келгенде ше деген. Сен да, сөйтсең да, бүйтсең да, мен бүйтсем да қайтеді, сөйтейік та, бүйтейік та дегендегі осы да делерді қосатты. Бұл мүмкін басында бір-екі рет қолданған кезде сол сөйлеп тұрған адамға сөзіне бір ерекше бір мүмкін реңк беретін де шығар, бірақ қайта-қайта бұны қайталай бергеннен сөздің мазмұны бұзылады. Осындай паразит сөздерден тағы да қандай бар деп ойлайсың, Самат? Мына орысша аралас сөздер, ағашка, апашка, қайдан шыққанын білмеймін бұл сөздердің. Дұрыс, енді бұларды да паразит деуге болар, бірақ та бұлар паразит сөздерден айырмашылығы бар. Паразит сөздер деген ешқандай мазмұны жоқ. Әйтеуір адамның өзі әдетке айналдырып қоса беретін сөздер. Өлә деген сияқты. Иә, өлә деген сияқты. Бұл енді өләнің кішкене диалектілік реңкі бар. Мысалы, негізі деген сөз жастар көп айтады паразит сөздердің ішінде. Негізі бүгін бар ғой, негізі емтихан, негізі сен барасың ба, негізі барған дұрыс еді, негізі деген сияқты қоса береді. Осы негізі паразит сөз. Ал енді жаңа апашка, ағашқаларың өте дұрыс байқағансың. Бұлар паразит сөз емес, бұлар варваризмдер деп аталады. Және соның ішінде шала варваризмдер деп айтайтын едім. Өйткені жартысы орысша болады да, ал оған жалғанған қосымшалары қазақша болып кетеді. Бұл енді тіпті біздің қасиетті апа, ата, жеңге деген сөздердің қадірін, қасиетін ана орыстың ішка деген, ішка, ичка, ка деген орыс тілінің уменьшительно-ласкательный суффикс дейді. Әдетте мен осы каларды естіген кезде белка, стрелка, собачка, мурка деген орыстың иті мен мысығына қойған аттарын көз алдыма елестетеді орыс тіліндегі. Сөйтіп біздің апа деген қасиетті сөзге ішканы жалғаған кезде тура ішім удай ашиды. Ол қалай апашка болады, ол қалай жеңгешка болады, ол қалай тәтешка болады. Оны қатты ерекшелеп айтқысы келсе, апатайым, апажан, жеңгетайым, жеңгежан деп айтсын, өйтіп еркелеткісі кеп бара жатса. Міне осындай сөздерден сақ болу керек. Тағы да бір осы варваризмдердің ішінде таза орыс сөздер бар. Бірақ олар қазақша айтылымға қазақыланып кетіп бара жатыр қазіргі кезде. Сәпсім, ваще деген сияқты сөздер. Сәпсім, ваще деп сөз арасында қосқан кезде айтсаң таза айт, айта алмайсың ба айтпа. Иә, сәпсім дегеннің орнына мысалы тіпті дегенді айтуға болады, ваще дегеннің орнына мүлде дегенді айтуға болады. Қазақтың сөзі толып жатыр ғой. Даже дегенді қосамыз арасында, мысалы уже дегенді қосамыз, вот деп жібереміз, так деп жібереміз. Міне осындай сөздерге кішкене сақ болу керек. Бұл сіздің сөйлеп тұрған сөзіңіздің тіпті тұрмыстық аяда болса да, тіпті күнде көріп жүрген адамыңызға сөйлеп тұрса да, тіпті туған қарындасыңызға, бауырыңызға сөйлеп тұрсаңыз да, сөз сапаңыздың төмендетіп жібереді. Көп ақ қолдану қылмайды. Ал енді мынандай орыс тіліндегі жаргон сөздер бар. Олардан мүмкіндігінше аулақ болғандарыңызды сұрайтын едім. Мысалы, мамашка, махан, батя, батяня, братан дейміз. Пахан, братан деген. Брат. Иә, бұлардың бәрі кент деген сияқты сөздің бәрі орыс тіліндегі түрме жаргондары.
Бұндай сөзді қолданған кезде орыс мәдениетінің өкілі бұндай сөзді қолданып тұрса, мысалы, әдетте оған бір қылмыстық элемент өкілі ретінде баға береді. Бұл сондай бір қылмыстық элементтің бір өкілі шығар, сондай шығар бұл деп ойлап қаласыз. Ал енді осыны қазақтың қарагөз қыздары мен қарагөз жігіттері айтып тұрған кезде тіпті енді құлаққа түрпідей тиеді. Түп мағынасын түсінбей. Түп мағынасын түсінбейді. Бұл орыстың жаргонының ішіндегі түрме жаргондарынан қалған, сол жақтан қалыптасқан сондай пәс қолданыстар. Осыдан абай болу керек. Енді дайындықсыз сөздің сапасын тағы не осы нашарлатады? Қандай қателер нашарлатады десе, диалектілерді де айтар едік. Әрине, сіздің тіліңізде бір-екі сөз диалектілік реңкпен айтылып кетіп жатса, онда тұрған ештеме жоқ. Дегенмен де сіз сөзіңіздің әрбір бөлігінде жүдә, өлә, өлім саған, қасқа, өш, мә деген сияқты диалектілік қыстырмаларды қолдана беріңіз. Бе дейтіндер де бар. Бе дейтіндер де бар, естіп жатырмыз. Осыны қайта-қайта қолдана берсеңіз, мүмкін бір-екі рет қолдансаңыз енді экспрессия болуы мүмкін, бояуы қанық болып сөзіңіздің. Дегенмен қайта-қайта қолдану тыңдап тұрған адамды шаршатады. Содан кейін диалектілік формалар бар. Берсеңдер сейіш, барсаңдар сайыш деген. Енді осындай қолданыстарды егер сіз сөйлеп тұрған адамыңыз сіз жақтың өкілі болса, ол түсінеді сіздің не айтып тұрғаныңызды. Енді ол басқа жақтың өкілі болса, бұндай диалектілік қолданысты естімеген адам болса, ойыңызды түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан осы жағына да сақ болу керек. Әсіресе сонан кейін кейінгі кезде мынау жастардың сөйлесу әдебінде сөздердің аяғын жұтып қою көбейіп бара жатыр. Әрине, енді сондай жылы қарым-қатынастағы адамыңызбен, күнделікті бір көріп жүрген адамыңызбен сөйлескенде мүмкін болатын да шығар. Баратырық, келатырық деп сөйлеу. Айттым ғо, келдім ғо деп, бердім ғо деп сөйлеу. Дегенмен де енді осыны егер әдетке айналдырып алсаңыз, ертең ресми ортада да өстіп сөйлеп кету қаупі бар. Сондықтан кішкене ауызша сөзде адам өзін қадағалап, осындай сөздерде неғұрлым қашқанға тырысу керек. Баратырық деген орнына бар жатырмыз, ең құрмағанда бар жатырмыз. Келатырық деген орнына келе жатырмыз. Мен ғо дегеннің орнына мен ғой деп толық айтқан абзал болар еді. Бәрекелді, орында айтылған пікір біздің тыңдаушыларымыздың қаперінде жүрер деген ойдамыз. Көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.